Астана қаласында 2016 жылдың 12 және 15 қыркүйек аралығында 2-ші WorldSkills Қазақстан 2016 ұлттық чемпионаты. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің қолдауымен WorldSkills Қазақстан ұлттық операторы Кәсіпқор холдингі 136 қатысушы, 135-тен астам сарапшылар, 15 құзыреттілік. Заманауи әлемде туризм саласы жылдам дамып келе жатқан кезеңде мейрамхана ісі сұранысқа ие. Сондықтан мейрамхана ісі чемпионат құзыреттіліктері тізімінің алдыңғы қатарына ілікті. 14 болашақ аспазшылар тапсырма және жеке рецепттер бойынша таңдаулы тағамдар мен тәттілерді дайындады. Олардың тағамдары әрлеу мен дайындауда креативтілікті көрсетті. Оларды 15 кәсіби сарапшылар бағалады. Нөмір 6 кәсіптік лицей базасында мейрамхана ісі, веб құрастыру, құрғақ құрылыс пен сылақ жұмыстары және дәнекерлеу жұмыстары құзыреттіліктері бойынша сайыстар өтті. Өңіраралық байқаулардың жеңімпаздары: сайтқа дизайн жасау, анимациялық ойындар құрастыру, сайттың IP адресін құру атты басты кезеңдерінен өтті. Веб құрастыру байқауына 9 студент және веб құрастыру саласының 11 маман сарапшы ретінде қатысты. Ұлттық чемпионаттың 9 қатысушысын қабырғаны өңдеу, болттар мен есік орындарының дұрыс орналастыру мен тағы да басқа критерийлері бойынша 9 сарапшы бағалады. Еліміздің жан-жағынан келген 14 болашақ дәнекерлеушілер өз күштерін ортаға салу мақсатында Елордаға жиналды. Ең үздік дәнекерлеушіні анықтау мақсатында күн сайын 16 сарапшы қатысушылардың дәнекерленген жігінің сызбаға сәйкестілігін және орындалу сапасын бағалады. 7 жас кондитерлер тәттілерді әрлеудегі креативтілікті, қоспаларды үйлестірудегі өнерін, сонымен қатар дәм тату бойынша өнімді анықтау шеберлігін көрсетті. Кондитер болу ажарлы және қызықты. Байқау Астана қаласындағы Гормет кулинариялық мектебінде өтті. Тошкент мейрамханасында 6 даяшы қонақтарға деген құрмет пен жақсы қызмет көрсету шеберінде бақ сынасты. 4 күн бойы қатысушылар өте жақсы нәтижелер көрсетті. Кім үздік болар екен? Ең үздік шаштаразшы атағына еліміздің өңір-өңірінен келген 12 қатысушы сайысқа түсті. Байқауды өткізу үшін алаңды Сергей Бычковтың сән салон ұсынды. Байқау тапсырмаларына жаңа технологияларды қолдану арқылы әйел адамның шаш үлгісін, үйлену және сәнді шаш үлгілерін жасау, ер адамның шаш үлгілерін және олардың бояу және тағы басқа тапсырмалар енді. Нәтижесінде 14 сарапшы ең үздік шаштаразшыны анықтады. Компьютер мамандары үздік екендерін дәлелдеу мақсатында Астана қаласының политехникалық колледжіне жиналды. Электрондық адреске цифрланған хабарламаны жолдау, хабарламаны қолданушыларды авторизациялау, домен аттарын жасау тапсырмаларын 9 болашақ жүйе администраторлары орындады. 14 сарапшы ең үздік жүйе администраторын анықтады. Мехатроника ғылым мен техника облысындағы жаңа сала болып табылады. Болашақтың мамандары компьютерлер мен электрондық құралдармен жұмыс жасады. Астана қаласының политехникалық колледжіне мехатроника бойынша 6 маман өз жұмыстарын 4 сарапшыға ұсынды. BI Group құрылыс компаниясының оқу тренинг орталығы базасында кірпіш қалау, сырлау және декоративтік жұмыстар және плиткамен қаптау құзыреттіліктері бойынша сайыстар өтті. Кірпіш қалау құзыреттілігі бойынша сайысқа 8 колледж студенттері мен 9 адам сарапшы ретінде қатысты. Сырлау және декоративтік жұмыстар құзыреттілігі бойынша 6 қатысушы түс қағазы жабыстыру алдында қабырғаларды дайындады. Декоративті сырлау және акрил бояумен жұмыс жасады. Қабырғаларға түс қағаздарды жабыстырды. 4 күн бойы қатысушылардың жұмыстарын 6 сарапшы бағалады. Құрылыстың маңызды кезеңдерінің бірі плиткамен қаптау. 3 қатысушы алдына 4 модульден тұратын тапсырма қойылды. Қабырғаны грунттау, материалдарды дайындау, плиткамен қаптау, жіктерді тегістеу. 3 сарапшы әр модульді жеке-жеке бағалады және қатысушыларға балл қойды. Мектепке дейінгі жастағы балалардың ерекшелігін және тәрбиелеушінің кәсіби сапасын сипаттау, мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыс жасау шеберлігін, мектепке дейінгі тәрбие құзыреттілігінің қатысушылары ұсынды. Байқау Астана қаласының нөмірі 65-ші балабақша базасында өтті. 13 қатысушы мен 13 сарапшы үздік болашақ тәрбиелеушіні анықтау мақсатында жұмыс жасады.
Ютария ЛТД өндірістік инновациялық компания базасында киім дизайны байқаулары өтті. Алты қатысушының алдында өздерінің эскиздері бойынша киімдер тігу, дизайнерлік идеяларды көрсету, манекен көмегімен пішінді жасау және бүрмелеу тапсырмалары тұрды. 8 сарапшы дизайнерлік идеялардың креативтілігін бағалады және халықаралық чемпионатқа баратындарды анықтады. Электромонтаждау жұмыстары құзыреттілігі бойынша өңіраралық байқаудың 11 жеңімпазы спецэлектрика компаниясының базасында заманауи және дәстүрлі технологияларды қолдану арқылы ғимаратты электр құралдарын монтаждау бойынша тапсырмаларды орындады. 12 сарапшы байқаудың барлық талаптарының орындалуын қадағалады. WorldSkills Қазақстан жастарға техникалық кәсіптерге жаңаша қарауға және мәртебесін арттыруға мүмкіндік береді. Чемпионат қорытындысы бойынша үздіктер ұлттық құрамаға енеді және Швецияның Göteborg қаласында өтетін халықаралық чемпионатқа, сонымен қатар 2017 жылы Абу-Дабиде өтетін халықаралық чемпионатқа қатыса алады. 2016 жылы Қазақстан Республикасы Евроскилс халықаралық ұйымының мүшелігіне енді және Швецияның Göteborg қаласында өтетін чемпионатқа жолдама алды. Чемпионат 2016 жылдың 30 қараша және 5 желтоқсан аралығында өтеді. Чемпионатқа WorldSkills Қазақстан ұлттық құраманың қатысуы жоспарлануда. WorldSkills Қазақстан туралы ақпаратты worldskills.kz сайтынан біле аласың. Жобаның бір бөлігі бол. Жобаның ресми демеушілері: